Қайырлы күн, ассалаумағалейкум. Күлтөбе студиясының тұрақты көрермендері, біздің арнамыздың тұрақты оқырмандары, біздің кезекті тағылым подкасты еліміздегі діни оқу орындары, олардың мүмкіндіктері, өзектілігі және болашағы туралы сөз қозғамақпыз. Осы тақырыпты толығырақ тарқату үшін бүгінгі студиямызға арнайы қонақты шақырып отырмыз. Ендеше таныстырып өтуге рұқсат етіңіздер. Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық Қазақ-түрік университетінің доценті, дін саласында өзіндік қолтаңбасы бар маман Оразбай Сержан Қарсыбайұлы, студиямызға қош келдіңіз. Қош көрдік. Сержан ағай, жалпы аңдатпада айтып өткеніміздей, өзіңізбен бүгін Қазақстандағы дінтанулық білім беру жүйесі, әрине ол өзіңіз қаншама жылдан бері еңбек етіп келе жатқан халықаралық Қазақ-түрік университетінің тәжірибесінде де айтып өтетін боламыз. Осы саладағы мәселелер, өзектілігі, шетелде діни білім алу мәселелері, осы төңіректе әңгіме қозғайтын боламыз. Ендеше өзіңізге алғашқы сұрағымды қойсам, жалпы дінтану мамандығының қалыптасуы, еліміздегі ең алғашқы осы дін саласында маман дайындайтын университет қайсы университет болды, оған қандай қажеттілік болды, осы мәселелердің тарихына кішкене шегініс жасасақ. Армысыздар. Әрине тақырып өзекті. Діни білім беру қай заманнан болса да, қай кезде де тіпті кешегі тарихқа шегініс деп отырмыз ғой енді. Кеңес заманының өзінде де атеистік білім берілді. Анау 20-шы жылдары атеистік қоғамдар құрылып, біздер қазір мынау халыққа түсіндіру жұмыстары жүргізіп жатыр ғой. Дәл сондай атеист қоғамдар құрылған. Құдайсыздар қоғамы деп журналдар, газеттер шыққан, жиындар. Яғни ол сол кездегі кеңес өкіметінің саясатына негізделген. Мектептерде атеистік жаңа пәндер оқытылып, мазмұндардың бәрі өзгертілді. Арнайы лекторлар олардың ұйымдастырып. Ендіке 91-де тәуелсіз болғаннан кейін Қазақстанда ең алғашқы осы дін саласы мамандарын даярлау осы Яссауи университетінде ашылды. Бұл қажеттілік дегенде, әрине қажеттілік бар. Ол мыңдаған жылдарға созылған діни білім беру мектебі сабақтастығы үзіліп қалды. Кешегі 26-шы жылдардан бастап, 24-26-лардан бастап дін саласының қызметкерлерін сайлау құқығынан ажыратты. Ең бірінші алғашқы қысым көрсетілу кеңес заманындағы. Олар сайлау құқығынан алып тастады, қызметке қоймады, содан медреселерді, мектептерді жапты. Кейін күшіне енгеннен кейін кеңес өкіметі кітаптардың бәрін тәркіледі, адамдар қудалай бастады дін саласының имам, ишан, мүдәристерді. Сонымен сол іс-әрекет нәтижесінде адам жоқ, мекеме жоқ, құралдарды кітап жоқ. Міне үш негіз ғой оқу процесіндегі. Таза атеизм жүргізілді. Сөйтіп діни білім берудің бәрі шектелді. Бірақ кешегі екінші дүниежүзілік соғыс кезінде Сталин 43-те рұқсат берді ғой. Қайттан дінге сәл жұмсақ сәт болды да, муфтияттар құрылып, Орта Азияның, сөйтіп Бұхарада, Ташкендегі медреселер рұқсат берді. Бүкіл мұсылмандар дайындайтын кадрлар дайындау керек болды. Діни қызметкерлер, онда да дін саласы мамандары емес, қызметкер ғана. Онда да ол жаңағы кеңес үкіметінің бақылауында қатаң, КГБ-сінің. Сөйтіп дайындалды, азды көпті енді. Бірақ таза өзіміздің ислами түсінікке сай, ғылыми негізде маманда дайындалған жоқ. Тәуелсіздіктен кейін бар басталды. Соң алғашқы дін саласы маманды дайындау осы Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық Қазақ-түрік университетінде қазіргі теология факультеті бірінші мамандық шығармашылығы бастады. 91-ші жылы. Ең алғаш, ол кезде әлі оның тарихы енді үлкен әңгіме, ол ешқандай бір стандарт жоқ, әлі оқу құралы жоқ, бағдарлама жоқ, сабақтастықтың бәрі үзіліп қалған, маман да жоқ. Сонда ең алғаш осыны көтерген тұлғалардың бірі мамандық ашамыз деп Құранды қолмен жазып аударған Жұмабай Махашұлы Исаев деген кісі болған. Ол кісінің өз мамандығы техника саласы маман. Жамбылдың кісі, Тараздың кісі. Алматыда қазір технология университеті бар Алматыда, сода декан болып отырған жерінен. Нұралы Өсербек екеуі Құранды 5 том қылып жазған ғой, 90-шы жылдар. Мәскеуден бастырып әкеп. Ең алғаш Құранды арабшасында мәтінді қолмен жазып, аудармасын беріп жасаған кісілер. Міне осы. Сол кісі кеп осы жақтан бастап, сол дінтану мамандығын ашып, оның ең алғашқы бағдарламалар негіздерін Москваға барып, Мәскеуден алдырып, сонда білім берудің шарттары, принциптері бар, ұстанымдары.
қалай сол негізінде ғой. Бірақ мазмұн өзіміздің қазақи исламиға келтірді да кейін жайлап солай басталды ең алғаш біздің осы яссауи университетінде. Анау баяғы Түркістан мектебі, Яссауидің мектебі дейміз, Орта Азиядағы діни білім беру мектептері бәрі үзіліп қалды сабақтастық. Енді адам жоқ, кадр болмағасын бір, екінші оқу құралдары жоқ, кітап жоқ, медресе мектеп жоқ, әрине үзіледі. Енді бар сол кітаптардың өзін қазір енді сол қайда кетті, сол кезіндегі Фарабилар шыққан, Яссауилар оқыған, Ибн Синалар, кешегі Ұлықбектер шыққан медреселер, бәрі солар бастауыш медресені осы өз топырағымыздан алды ғой. Кейін жоғары білімді Бағдатқа, Дамасқа, Мысырға барып жалғастырса да, ол қолжазба сол кітаптардың бәрі қол жеткен жоқ бізге. Мыңнан біреуі жетсе де, мыңнан біреуі. Қанша мұра кетті жоқ. Оны енді бір жағынан кеңес үкіметі тәркілеп өртеу жүруі мүмкін, бір жағынан оны жинап өздері танысу үшін, екінші жағынан халық көбінде сол, мен ойлаймын, сол аяқ асты болады деп бәрін орап, жасырып тығып, жердің астына көміп, киізге орап көме берген ғой, тасқа, жердің астына. Сөйтіп қолды болып кетті. Сонымен кеше 91 тәуелсіз алған кезде кітап жоқ. Оны өздеріңде білесіңдер осы салада. Анау қазақтарда біздің Қазақстанда ислам 19 ғасыр, арабта татарлар арқылы келді, мұсылман болған, мұсылмандығымыз шамалы, біз тәңірліктінде болдық деген сияқты әңгімелердің қазірде бұрында бар. Оның негізі соған сүйеніп отыр олар. Неге бір ғылыми трактат жоқ, еңбектер, кітап жоқ. Оның болмау себептері сондай. Әйтпесе осы мынау Испиджабыңыз, осы мынау Қарнағыңыз, мынау Аппақ Ишандар медресесі, Шаяндағы, Түркістандағы медреселер, мектептердің бәрінің кітаптары болған, кітапханалар. Яссауидің Бақып жүйесі жұмыс істеп тұрды кешеге дейін, сол 20-жылдарға дейін, 19-20 ғасырдың. Ол баяғы Әмір Темір берген Бақып. Бақып деген ол түскен қаржыға бірінші кезекте кітап алады ғой, кітап жаздырады, кітап алады. Анау ғалымдардың, мамандардың еңбекақысын төлейді, шәкіртақы береді. Бақыптың бірінші несі соған. Елдің беретін садақасы бар, тағы басқа. Міне осы система ғой, жүйе, көрдіңіз, жойылып кетті ғой. Соны енді анау жоқ, бардан құрастырылды ғой. Сол бірінші кезектегі жаңағы атеистік жүйедегі бағдарламадан барып қазіргі жасап, одан кейін сол мазмұны ауысып, көрдіңіз бе қалай? Ана бірақ жалпы білім берудің принциптері ортақ қой, ол мазмұны бола берсін, мейлі қандай оқысаңыздар. Оны жалпы жоғары салада маман дайындаудың білім беру бағдарламаларының шарттары, талаптары, маңықтар, міндеттері бірдей, стандарт бірдей болады. Соның ішінде мазмұн әр бағыт алып кете береді. Осылай бұның тарихы осындай болды. Бізге қарағанда Өзбекстанда сақталынды. Олар Өзбекстанда өзбек ағайындары тілі, дәстүрі, мұсылманшылық сақталынды ғой, отырықшы халық. Одан кейін өзбек ағайындар бізге салыстырмалы түрде ғой бәрі енді. Қырғыз болсын, кешегі ашаршылыққа немесе қуғын сүргінге біз көп ұшырады оларға қарағанда. Бізде қатты әсер етті. Ол енді 100% қазақ десек, кешегі ашаршылығы бар, оны ал 20-шы ашаршылық, 30-шы ашаршылық, одан кейін қуғын сүрген, одан кейін соғыс. Халқымыз 50% ашаршылықта кеткені бар, 2 миллион үстінде, одан кейін 20-шы жылдарға кеткен 1 миллиондай бар. Одан кейін соғыс бәрін қосқанда бір 50%-дан айырылып қалды ғой. Одан кейін оның қаймағын айтсаңызшы, кеше репрессия кеткен. Бүкіл нелер кетті ғой, ментор, небір азаматтар. Содан кейін ашаршылықтан қалған өйтіп айтыр, Құдайдың несін, солардың ұрпағымыз ғой біздер, ұрпақтарын ұрпақтар. Діни салаға қатты әсер етеді дейсіз ғой. Бірінші кезекте дінге нағылдыға тиісті ғой Совет үкіметі. Неге? Кеңес үкіметінің дүниетанымдық негіздеріне мынау бұрынғы жүйе келмейді дүниетаным. Дін, Құдай бар. Бұл жерде Құдай жоқ деп отыр ғой, адам өзі Құдай. Сондықтан бірінші ананы қарсылап тастау керек оппонентті. Осыдан бастады, көріңіздер бірте-бірте. Ақырында мынау адам санадан өзгермейді ғой. Кеңестік жүйеге репрессия не үшін болды? Анау қарсы пікір оппоненттер қайтпағаннан кейін репрессияға деген барды ғой, кеңес үкіметі. Көріңіз. Бұл екі жақты. Сондықтан бұл өте қателік енді кеңес үкіметінің ана теорияны практикада марксизмді іске асырамыз деп тап болмау керек. Тап барлық қақтығыстардың таптық жүйе адамдардың бай кедей болып тапқа бөлінуі деп Маркстың негізгі теориясы ғой. Соны практика іске асырамыз деді ғой Лениндар. Оны Сталин келді, өте дөрекі түрде іске асырып, ақыры сондай болып шықты. Әлемдік тарихта адамзаттың бір халықтардың тағдырында бұндай болмаған. Кеңес үкіметін енді біздердің көрген осыда ең көп
зардап шеккен халық қазақ, сосын украиндар. Бүгінгі мына украиндарды болып отқан жағдайында бұны сол жақтан басталып тұр. Олардың да ана ішкі ар жағын жатқан сана түсінік, анау оларды геноцид, голодомор дейді олар енді. Біз енді ондай статус берген жоқпыз енді, бірақ бізді біліп отыр, бізді қырылып қалды. Сондықтан ол енді өткен кетті, бірақ тарихтан тағылмалу керек қой. Тағылмалу керек, соны қайталамауымыз керек. Мен былай айтамын кейде, біздің неге сонша ашаршылыққа ұшырадық, неге сонша малды қойып қырылып қалдық. Кәсіп істемегенбіз ғой біз. Ғасыр 20-шы ғасыр, жұрттың бәрі технология жасап жатыр, техника, біздің қазіргілер мал бағып, сол не жүрміз артында. Кеше Абайдың зары, шәкәрімдердің зары анау, алаштың зиялыларының жаңағы әрекеттерін бәрі соны елді сауаттандырып, мамандық беріп, кәсіпке үйретіп, біраз заманға бейімдеу ғой. Соған біз келе алмадық қой. Көрдіңіз бе, келе алмадық. Ана келген себепті келді, малды ап қойып еді, қырылып та қалдық. Сонда бір малға тіреліп тұрмыз ғой, бүкіл қоғам. Енді осыдан сабақ алуымыз керек қой. Бір жақты болмайды, бір заманына қарай бейімделу керек. Егер сол кезде біздің Қазекең түрлі салалар меңгергенде андай ашаршылық ұшырмаған болады. Малды алса да басқа күнкөріс жол несі бар, ол кәсібі бар. Тек малмен отырған ғой. Малды бағады, сояды, жүнін сатады, еті, сүті, мал жоқ, қырылып та қалды. Оның үстіне ішкі Қазақстан жағы, одан сыртқа шығарып деген қай заман осындай жағдайлар бар. Сол кезде бірінші кезекте осы дін саласы, дін мамандарын дайындау, осыған кеңес өкіметі үлкен соққы берді. Оның салдары ары қарай жалғасып кете береді, бірінен бір себеп. Иә, рахмет. Енді әрине ол мынау діндегі имам молдаларды қудалау, дін білген қожа ишандарды қудалау, ол да үлкен өкінішке орай соққы болды. Енді жалпы тәуелсіздік алғанымызға да Құдайға шүкір 35 жылға жақындап келе жатырмыз. Өзіңіз айтқандай ол 90-91 жылдары жалпылама мынау теологиялық дінтанулық білім беру Түркістанда бастау алды деп жатырмыз. Әрине 35 жылда білім беру жүйесі де жаңарып келе жатыр. Бүгінгі жалпы таңда сол 90-шы жылдардағы дінтанулық білім беру жүйесімен бүгінгі сол дінтанулық білім беру жүйесінде деңгейі қандай? Қандай деңгейге біз өстік, қандай деңгейге біз көштік? Осы мәселелерді бір салыстырып айтсаңыз, 90-шы жылдарда даярланған мамандардың әлеуеті қандай еді? Бүгінгі мамандар қай деңгейде білім алып жатыр? Әрине енді ол қанша уақыт қазір 30 жылдан асып кетті. Анау Досай ағайлардың сол алғашқы түлектері ғой, мынау қазіргі біздің муфтиятта істеп жүрген, Нұрбаракта істеп жүрген біраз жігіттер, сол алғашқы түлектер осы 91-ші қабылданған. Мұхиддин, Алау, Балғабек, Досекеңдер бәрі алғашқы түлектер. Әлеуетін көріп тұрсың. Сол кезде енді мұншалықты қазіргідей мүмкіншіліктер жоқ, қолжетімді көп нәрсе, бірақ ізденіспен, өзі сондай мақсат қойып, шынайы бір махаббатпен, сол мамандыққа деген қызығушылығымен үлкен жақсы мамандар шықты, оған да шүкір дейміз. Енді ерекшеліктері, айырмашылығы әрине бар, сапа жағынан болсын, сан жағынан болсын, салыстырмалы түрде қазір факультет деңгейіне көтерілді. Қазіргі заманның сұраныс талаптары, қазіргі заманның тәуекелдері басқаша, ол кезде басқа болатын. Діни ағымдардың ортаға шығуы. Ол кезде өздеріңіз білесіңдер, анау 2000 жылдардың басында мынау батыстық бағыттағы түрлі секталар қауіпсіздерден болатын 90-шы. Кейін ғой мынау біздің исламдық бұрмаланған ағымдардың шығып проблема болып кетті. Ар жағын бұрын сол болады. Сондықтан мен өзім білемін 2000 жылдары сол христиандық бағытқа қарай көбірек оқытатынбыз, сол көп мәлімет берілетін болды. Анаған қарсы жұмыс істеу керек, ұлттық құндылықтар сақтап қалу керек, қоғам бірлігін, тұтастығын, діни түсінігін. Кейін 2000 жылдардың сол 5-10-нан бастап мына жақ бұрмаланған теріс діни ағымдар, кері ағар діни ағымдар дейміз ғой енді. Соның исламдық мазмұндағылар шыға бастады. Оның кешегі мынау таяу шығыс жағдайында тіптен өршіп кетті. Енді ана оқу бағдарламаларына өзгерістер енгізіліп, сол ана масхаб, ағымдар, оңалту мәселесі, осы мына профилактика жұмыстарын меңгеру, о жағына қарай акцент беріле бастады. Көріңіз, сұранысқа байланысты қоғамның мамандар дайындауда өзі 10-15% оқытатын пәндер өзгеріп тұрады. Бір жыл, 2 жыл, 3 жыл сайын өзгеріп тұрады. Негіздер өзгермейді. Жалпы білім беру процесінде ол процесс қой, тоқтамайды. Бұл жерде мекеме, мемлекеттің стандарттары бар. Мемлекеттің білім саясаты бар, одан кейін зайырлық қағидаты, заңдары, оның аясында
жоғары білімнің жаңағы стандарты бар. Онан кейін ол жоғары оқу орны, ана бағдарламалар, білім беру оқу жоспарлары, оның жаңағы 30% сол гуманитарлық пәндер дейді, жаңағы мемлекеттік пәндер міндетті. Тарих, философия, тілі, жолдар оқытылады. Одан кейінгі 70% сол мамандыққа қалама, сол мамандық енді соны қалай оқытады өзі. Қай бағытта оқытады. Қандай көзға дүниетанымға басымдық береді. Қай мектепте сабақтастық жасайды деген сұрақ туындайды. Салыстырмалы түрде қарасаңыз, Түркістанның мектебі десек, бұл кеше Қожа Ахмет Яссауидің мектебінің жалғасы ғой, солай деп айтуымыз хақымыз бар. Өйткені бұл жерде бірінші дүниетанымдық компонент. Ана болашақ мамандардың қандай көзқарасты болады. Енді діни теология тұратын кезде қай мәзһаб тұрғысынан оқытасың деген сөз ғой. Ақидасы, амалда. Ол енді өзіміздің сүнниттік бағытта жаңағы ақидасы Матуридидің Ханафи мазхабы негізінде Яссауидің рухани ілімі. Міне 3 негіз. Осы мынау Яссауидің рухани ілімі дегеніміз басқа нелерде көп жерде жоқ қой. Ол енді келіп жатыр ол жаққа барып. Енді көте. Бізде ол бұрыннан 91-ден өткен Түркістанда Яссауидің қасында тұр. Елестету мүмкін емес. Мүмкін емес. Одан кейін ол өз негізінде солай ғой, білесіздер, негіз. Бірақ біздің қоғамда мамандар да, маман болған дін саласы да бір жағынан, екінші жағынан мынау гуманитарлық білім саласы, философтар, тарихшылар да енді оқытылмаған дінді дұрыс терең білмей қалғанбыз ғой, кеңес заманында. 90-шы жылдар, 2000-ші жылдары соны түсінбедік қой. Біз рухани ілім деген, Яссауидің, Сопылық дегендер, біздің бүкіл мұсылман түркілердің діни түсініктері, біздің бүкіл тәжірибеміз, құндылықтарымыздың бәрі Сопылық таныммен, Сопылық құндылықтарымен негізделген. Одан кете алмайсың, факты. Ғылым соны көрсетіп тұр. Сен бүкіл өнерің, мәдениетің бәрі саласына қара. Әдет ғұрпың, салт дәстүрің, өнердің, музыкаң, сөз өнері түгел. Даже қайсы алайық, философия тұрма, оның мазмұнында да тұр. Діни түсінігінде де тұр. Біз анау ақидада, Матуридада болғанмен, амалда Ханафи мазхабында ұстағанмен, біз оны сопылық дүниетанымның Яссауи ілімінің негізінде шығарамыз, көрсетеміз. Бізде жаңағы бір нәрсе болса, шариғатқа сай ма дейміз ғой. Құранда аят бар ма, сахих хадис бар деп сұрамаймыз ғой. Шариғат деген кең ғой. Шариғатыңыз өзің білесің ғой. Аят хадистен тұрады, ар жағы ижма, қияс, онан кейін ұрф. Міне сол ұрфтан көп берілген ғой бізде. Көп үкімдер, шешімдерді өткені біздің түркілердің бұрыннан исламға дейінгі, исламнан кейінгі де көптеген аты салт дәстүрлері исламның қағидаттарына қайшы келмейді. Енді ол қайшы келмесе, үндесіп тұрса, оған бір имамдар, шейхтар үкім бере береді, пәтуа беріп кете береді. Ол пәтуаның бәрі жазыла берді ме? Жазылғанда болуы мүмкін, жазылмауы да мүмкін, ол қажеттік болмаса білесің. Өзіңіз білесіз, бізде ағымдардың шығуы, соған қарсы кітаптардың жазылуы, дұрыс бұрыстығын, ол қажеттіктен шықты ғой. Жұртты түсіндіру үшін имам солай ғой. Айтпесе ол шықпайды ғой. Неге бұрын болмады мәзһабтар деген сұрақтар туындаған кезде, ол кейін шықты, өйткені қоғам түсінбеді, әртүрлі түсінік болғаннан кейін соған жауап беру үшін ғалымдар шықты, олар енді көз негізді кітаптар жазды, сөйтіп белгілі бір түсініктер, мәзһабтар қалыптасты. Қажеттіктен шығып отыр. Бір сахабалар заманда болған жоқ, ондай қажеттік болған жоқ. Сондықтан қоғамның деңгейіне қарай, интеллектуальный сапасына қарай, ол түрлі жаңағы түсініктердің, ілімдердің шығуы содан. Сондықтан мына исламның негізі енді пайғамбар хадисін саған кезде әдеп қой, дін деген әдеп қой, айналып келсе жақсы адам болу ғой. Алланың сүйген жаңағы құлы болу деген сөз, халыққа қызмет жасап, халықтың разылығын алу дейді. Міне осы. Міне осыны негізде оқытылады. Әрине ол сырт көзге сопыларға қарай бейімде жоқ, сопылықта енді ол сопылықтың практикасы, тарихат басқа жүйе. Пірге қол беру, ол жеке адамның өзінің шаруасы. Бұл жерде білім беруде, маман дайындауда оған араласпайды. Өйткені біз Қазақстан зайырлы мемлекетпіз. Сондықтан тіпті бізде оның өздеріңде оқыңдар, оның ғибадатын да сұрамаймыз заң бойынша. Ол бала түсінсе, сезінсе, ертең ол бәрін түгелде болады өзі. Сорды жүріп түгелде болады, оның жеке несі. Ол намазын, ғибадатын түгелдеудің қажеті жоқ, сұраудың да қажеті жоқ. Олар санасына келсе, өзақ түгелдеп түсіндіріп алады. Сондықтан ол жерде маман білім беру керек. Әрине, бұрынғымен салыстырғанда қазір дифференциация қоғамдағы, білім саласындағы қазір құзыреттілікке негізделген білім беру дейді ғой. Сонда құзырет деген деген кезде білім, білік, дағды. Знание, умение, навыки деп орысшада неғып отыр ғой. Екінші жағынан құндылық. Осы үшеуімен құндылық қосылып компетенцияны береді, құзыретті береді.
Енді бізде қазіргі бұрын ол 92 жылдар болған жоқ, қазір соңғы кезде қатты мәселе көтеріліп жатыр. Мына біз баллон процесіне қосылып жоғары білім еуропалық жүйеге стандарттарға. Міне осы. Бұл өте дұрыс. Сондағы білім, білік, дағдыны адам ақылмен әрекет арқылы алады. Яғни ақылмен, Абайдың айтқан сияқты ақыл қайрат жүрек па, мен соған келтірейін деп жатырмын. Сонда ақылын жұмсап, қайрат күш жігерін жұмсап, әрекетпен білім, білік, дағды ие болды. Білік, дағды деп отқаныңыз қайталау, жасау арқылы келеді ғой. Ананы жаттайды, оқиды, қайтадан жасайды, тапсырмаларын орындайды маман. Оны сабақтар айтады, талқылайды, осылай қалыптасады. Жарайды. Енді құндылық ше. Мына бір жағындай болса, білім алды, білім бар, білікті бар, дағдысы бар, құндылық. Құндылық деген неге құндылықты қойып отыр енді қазір кез келген мамандықтарда бар ол. Бірақ біздің проблема осы жерде құндылыққа мән бермейміз. Мән бергенде де оны қалай толтырып жатсыз мазмұнын? Құндылықты қалай айтқанда ақыл мен жүрек ақыл керек ол. Мына Абайдың неге үшеуі сол. Ақыл мен жүрек келгенде ақылмен алдың, бірақ енді жүректе ол не бар? Бізде философия, мәдениеттану, тарих тұтастанып беріп жатырмыз ба? Әрқайсысы өз саласын кетіп философия, әртүрлі концепцияны айтып жатыр. Тарих өзінше былай кетіп жатыр. Неше түрлі көріңіз жүйе бір қалыптасқан. Сондықтан ана біздің қазір көптеген мамандардың шығып, құндылық дұрыс дүниетаным, құндылық деп отқан дүниетаным ғой. Дүниетаным көзқарастары дұрыс емес болып жатқандар содан проблема. Міне мәселе осында. Дұрыс бере алмай отырмыз. Бұл жоғары білімнің де анау колледж деңгейінде проблемасы. Маман кәсіби білім беріледі, бірақ құндылық дүниетанымды бағыт-бағдар анықтауды ана беріп жатқан, оқытып жатқан пәндер, гуманитарлық пәндердің мазмұнына байланысты. Оны мазмұнын жасай отқан қай мұғалімдер қандай, кім оқытып жатыр, қалай оқытып жатыр, не оқытып жатыр деген сұрақтар туындайды ғой, міне жүйелеп келген кезде. Сонда жаңа сұрағыңа байланысты бізде оны немен толтырдық енді құндылық деген кезде жаңа айтқан өзіміздің ғылыми жаңағы гуманитарлық мемлекет пәндерді оқытыламыз. Қазақстан тарихы ол міндетті түрде. Одан кейін ислам мен исламдық негізгі білімдер. Хадис, тәфсір, құқық, бәрі ислам тарихы негізгі білімдер. Одан кейін дінтанымдық білімдер, пәндер оқытылады. Міндетті түрде онсыз болмайды. Қалған бір 20%, 10-15% ол ауысып тұрады. Сұранысқа байланысты ол өзгеріп тұра береді. Бұрын ана секталарды көп оқытатын еді, қазір оңалту профилактиканы оқытып жатыр соңғы 4-5 жылда. Өте қажеттілік соған. Ода керек маман. Ана бұрын араб тілін сәл аз еді сағат, қазір араб тілі деген 4 жыл оқиды. Оны айға бала шын оқып тұрса, әжептәуір біліп шығады араб тілін. Ауызекі сөйлейтіндей болып қалады. Иә, тілде біліп шығады дейсіз ғой. Тілінде біліп шығады. Ол енді өзінің қызығына байланысты, қызықшылығына. Ары қарай өзі ынталанып оқып кетсе, ана 4 жыл араб тілін қазір кіргізіп қойған, ол әжептәуір еркін бір ауызекі деңгейге сөйлеуге жетіп қалады. Ары қарай енді өзіне байланысты. Көріңіз, сұранысқа байланысты. Сондықтан бұл білім беру деп отқан маман дайындаудың осындай өзгешеліктері бар. Бұрын ондай талаптар онша аз болатын, жалпы қойылатын. Қазір енді осылай оқытылып жатыр. Сондықтан құндылықтық бағыты құзыретті, компетентті маман шығу үшін біз ол жаңа өзіміздің дәстүрлі дүниетанымымызға, соның ішінде мәдениет болсын, философия болсын, бәрін соған бейімдеп келіп, дін мен теология тұтастандырып, рухани білім деп беріп жатқанымыз сол. Сонда біздің мектептің Түркістан мектебінің айырмасы ол қазақ, ол түркі, асылы негізі түрік қой енді. Ол мұсылман, ол сүннит, ол кәдімгі модерн қазіргі заманға бейімделген, заңды біледі, әдептен шықпайды, технологияны түсінеді, қабылдайды, қолына келгенше оны өзі керегіне жаратады деген секілді. Яғни дін, ғылым тұтастандырып беріп отыр. Бір жағынан дін, бір жағынан ғылым, онсыз болмайды. Өткен ғылым мен дін бір ғой негізі. Оны бөлек қараудың ешқандай қажеті жоқ. Діннің де түбінде барсаңыз, анау баяғы кімнің ғұламалардың айтып кеткен кейінгі заман ғалымдары да, дін адамдары да, ғылым адамдары да бір нәрсе өзі. Ол түбі бір шын ғалым болса ол, мейлі қай саланың, ол дінге қарсы келмейді түбінде. Шын діндар болса ол еш уақытта ғылымға қарсы шықпайды. 99 Алланың сипатының бір ғылым емес пе? Сондықтан ол адамдардың өзінің таным деңгейлеріне байланысты дүниелер ғой. Кейде мына қоғамда түрлі пікірлер шығып жатады. Қазір де бар. Түсініспен қарау керек бәріне. Әркімнің өзінің таным, интеллектуалдық деңгейіне байланысты ғой. Кейде эмоционалды кетіп қалады, басқа болады. Енді осы жерде ағай, жалпы біз қазақ қазір кез келген саланы шетелмен салыстырғанды жақсы көреміз ғой. Шетелде қалай болып жатыр, елімізде қалай болып жатыр деген секілді. Осы орайда мен осы шетелдік дін саласында оқу орындары мен бүгінгі біздің еліміздегі білім беру жүйесі, сол дін саласындағы білім беру жүйесі, басқа мамандықтарды, кәсіптерді айтпай-ақ қояйық. Өзіңіз де сол ширек ғасырдан астам осы салада жүргендіктен шетелмен салыстырмалы түрде Түркиямен, Саудиямен, көршілес Өзбекстанмен, біздің
дін саласындағы оқу орындарымыз қай деңгейде жұмыс жасап келе жатыр? Салыстырмалы түрде бұл қызық, мына жаңа кеңес үкіметін айттық қой, үзіліп қалды. Біз қайтадан жалғастырдық. Сол үзіліп қалғанның салдары ғой, көп жерден біз кейде қалып қойып жатқандарымыз. Қалып қойып жатқанымыз, соның орнын толтырып жатырмыз. Ана сіз айтқан шет елдерде ондай үзіліс болған жоқ. Үзік, көрдіңіз бе? Біз қанша уақыт жіберіп алдық. Ой, кеңес үкімет не жасады дейді біздің қариялар. Енді әрине енді мындай жерден қарасаң ешқандай зиян жоқ болуы мүмкін. Арақ кен қарасаң оның енді салдары деген, енді зиян деген. Әлі соның азабын тартып жатырмыз, зардап. Үлкен зардап. Шет елдерде ислам әлемін алсақ болады, батыс әлемін деген кезде мына нәрсеге бірінші айтар едім. Әлемде қазір университеттің рейтингі деген бар. Сонда ең жоғарғы қанша 200-ге жуық мемлекет болса, соның қанша мың университеттер бар ғой, соның рейтингтерін қояды. Бірнеше параметрлер. Соның басында тұратын университеттер Оксфорд, Кембридж, Гарвард. Осы университеттерде факультет теология, дивинити дейді, немесе богословие деген бар. Гарвардта бар, Оксфорд, Кембриджда бар. Мюнхен университеттерінде бар, Сорбонна бар, бәрінде бар, әлемде бәрінде бар. Көрдіңіз. Неге олардың ол Гарвардқа не керек? Гарвардтың дипломы, Оксфордтың, Кембридждің дипломы, сіз кез келген әлем, кез келген жерде жұмыс істей аласыз ғой, ол деген. Бренд дейсіз ғой. Бренд қой ол деген. А олар теология факультетін ашып отыр. Енді олар не оқытады деген кезде, Америкада, Гарвардқа барсаңыз, Америкада үлкен конфессиялар бар ғой. Католиктер бар, бір бағыт. Онан кейін мына протестанттық бағыттағы лютерандар тағы. Солардың бәрі бір кафедра ашып қойып, мамандар шығарып отыр. Әр конфессия. Анау Американ президенті инаугурациясында ант береді ғой, президенті. Сол кезде анау 5 дін өкілі келіп тұрады. Солардың 5 конфессияның қасиет кітаптарын қойып қояды, қолын қойып ат беріп жатыр. Көрдіңіз ба? Конституцияға қол бермейді, қол қоймайды. Ана дінге. Бұл нені білдіреді? Яғни Американың негізі халқы сол конфессияларда діни бағытта ұстанады деген сөз ғой. Мен солардың атынан президент болып жатырмын деген. Көп елдерде Құран ұстайды. Көп тағы сондай. Иә, бізде зайырлық деп жаңа кеңес үкімет отқанымыз сол ғой. Әлі біз оған жеткен жоқпыз. Әлі біраз уақыт керек, біраз түсінік керек. Енді Англияда сондай, жаңа Кембридж, Оксфордта да солай. Исламды оқытады олар. Христианды оқытады. Бөліп, бағыт мамандар дайындайды. 3 деңгейде, жаңа бакалавр, магистр, PhD, докторантурасы бар. Ислам елінде де сондай, әлі ислам мұсылман елдерінде де. Мұсылман елдерінде жоғары Түркиянікі жүйесі дұрыс, Малайзияның жүйесі дұрыс, ғылыммен дінді қатар бір жақты конфессионалды білім берілмейді. А мынау Мысырдың тағы басқа елдерде ислами білім беріледі тереңдетіп. Бірақ салыстырмалы түрде емес. Сондықтан да барлық оларда да қазір заманның сұранысына қарай бейімделіп жатыр. Кезінде біздің азаматтар сол шетелге, Мысырға, басқа жерлерге барып оқимыз деп, ана жоғарғы оқу орнына түсемей қалады да, дайындық курстар дейді, арабша дайындалу керек қой міндет. Соны дайындаймыз, алғашқы жаңағы исламның негізгі білімдерін оқытамыз деп, түрлі жаңағы ұйымдар алып кетіп, балдар жаңағы хужра дейді ғой, осындай жатқызып қойып, сөйтіп анау көпшілігі теріс бағыттар кетіп қалды ғой біздің балалардың, азаматтардың. Пакистанға барып, Мысырға барып, осындай. Сондықтан да Мысырдың жаңағы Аль-Асқар, Малайзияның университеттері жақсы. Белгілі бір бағыттарды тереңдетіп оқытады, дайындайды. Сол Аль-Асқар ғой бүкіл әлемнен барып оқиды ғой. Дүние жүзінде тек қана біз емес, бүкіл мұсылман еместерді оқиды, бәрі араб тілін, исламды академиялық тұрғыдан мамандандыру керек. Осы жағы бар. Бірақ енді бұл жерде бір нәрсе бар. Бакалавр деңгейін жібермеу керек. Сыртқа балдарды жібермеуіміз керек. Неге? Өйткені ол дін деген өте нәзік, күрделі, дін деген бірінші адамның көзқарас дүниетанымын қалыптастырады ғой. Баланың 18-19 жасар баланың әлі көзқарас қалыптаспаған. Оның үстіне бізде мектепте оқытыла ма, оқытпайды. Бізде ата-ана біледі ма? Білсе сен білер, мен бе анау білер, оны көпшілік білмейді ғой, діни білім бере алмайды үйінде ата-анасы да. Олайша ғибадаттан ары асамаймыз ғой біз. Сондықтан ана баланы аяққа жіберу, ол өте қауіпті нәрсе. Біз содан біраз таяқ жедік. Даже ол теріс ағымға кетпегеннің өзінде де атын атап түсіністемей қояйын, біздің талай жігіттер оқып келген, енді ана жаққа келгеннен кейін келгіңіздегі сөздермен қазір салыстырсаң, қазір қазақ болды қайтадан. Мұны көріңіз, өзің де білесің. Мұсылманшылық осы деп белгілі бір ұлттың дәстүрін тасымалдап дейсіз. Жүр ғой мықты, әне, көрдіңіз бе? Енді
4-5 жыл 6 жыл оқиды, оңай емес қой. Көрдің, ана жас 18-19 жасында кеткен бала албырт. Сондықтан өте осы жағынан мұқият болу керек. Салыстырма түрде енді біз қай деңгейдеміз, олар қалай деңгейде десек, Түркиямен, енді Түркияның олармен салыстыра алмаймыз. Біз енді қайда Түркияның оларда енді орныққан система, академиялық тұрғыда, ол әр университетінде бір факультет бар ғой. Түркиядағы 80-ге жуық университет болса, бәрінде теология факультеті бар ғой. Илахият факультеті. Оларда, бұл неге? Бұл тек қана сол дін саласы, мамандандыру саласы емес, бұл мемлекеттің саясаты, мемлекеттің жүйесіне қатысты. Түркияда дін деген мемлекеттен зайырлы мемлекет бөлінгенмен, Түркияда Диянет дейді, дін істер агенттігі бар ғой салына. Дін істер агенттігі сол бүкіл дін саласының мамандарын, сол мешіттің имамдары айлық алады олар мемлекеттен. Ол мемлекет қызметкер есебінде. Көрдіңіз бе? Ол қалай әлеуметтік жағынан қорғалып тұр. Түркияның жүйесінде сондай болып тұр. Малайзияда басқа, мысалы, Еуропа елдерінде басқа, бізде басқа, әр елде әртүрлі ғой. Зайырлықтың іске асыру модельдері деген қатып қалған ештеңе жоқ орада. Бізде кейде түсінбейді, зайыр деп тұрып алады да. Ол зайырлық деген дінді күштемеу. Мемлекетті аппарат заң бойынша саясатында дінді күштемеу керек. Барлық адамға еркіндік беру керек. Тамам бол. Енді Қазақстанды құрушы, Қазақстан деген мемлекеттің егесі кім? Қазақ па? Қазақ болсын, қазақтың тілі, діні бірінші оқытылу керек қой. Бірақ соны оқытайын десе, біздің өзіміз қазақтың өзі түсінбей отыр ғой соны. Мектепке кіргізбейді, анаған жауатпайды. Енді түсініп жатыр. Онда да қазір ана қайттан исламға қарсы шабуылда жүріп жатыр енді. Тапсырыспен болып жатқан болу керек енді. Ой, бұрқырады. Енді қызым көрдіңіз бе, жаңағы кеңес өкіметінің салдары деген азабын әрі көріп жатырмыз. Оны сырттан қарасаң күлкілі ғой, өзіңнің дініңе тас лақтырып, оны қаралау, тіліңді қоя бер енді. Қазақ тіліне де қарсы отқан соң өзіміздің қара қазақтар ғой, өзіміз қара көздер ғой. Шындап келсе өзіміз оны. Міне осы. Бұл да бір ислам тұрғыдан айтсақ сынақ шығар енді. Сабырлықпен қарау